Кіндік шеше. Қазақ халқында кіндік шеше деген ерекше орны бар, өте қадірлі тұлға саналады. Баланың туған анасынан кейінгі құрметпен қарайтын, өзегі жарыла өзімсінетін жақыны кіндік шеше. Келінің бойына бала бітіп, ақ алғысты болған кезден бастап, ене болашақ немересіне лайықты кіндік шешені іштей саралай бастайды. Ол аралықта мен болам деп өз тарапынан қолға салушылар мен таласушылар да көбейеді. Солардың арасынан пейілі түскен адамды ене өзі таңдайды. Пәленшенің мінезі биязы, үнемі жайдары жүреді. Түгеншенің жүріс-тұрысы салмақты істеген ісі берекелі деген секілді кісінің жақсы қасиеттерін жинақтай келе кіндік шешені алдын ала белгілейді. Екеумізді ниетімізге жетейік, келініме бас көз бол, деп келін енесі көңілі қалаған әйелге ризашылығын білдіреді. Бұл үлкен сенім әрі мәртебе. Өзін кіндік шешелікке жараймын деп жауапкершілікті көтеруге шынайы ниет еткен әйел келіншек пен күйеуін үйіне арнап шақырып, кәделі тамақ береді. Сол күннен бастап аралас-құраластары жиелеп, екі үйдің арасында әдемі қарым-қатынас басталып кетеді екен. Болашақ кіндік шеше әрбір сәтті пайдаланып, келінің үй шаруасына қолғабыс етіп, оның шаршамауына қадағалайды. Бойын күтуді, қалай жүріп тұруды, қалай тамақтану керектігіне дейін ұқтырып, іште жатқан шақалаққа әу бастан қамқорлығын жасайды. Енесі ашық айта алмайтын жайларды түсіндіріп дегендей, бір сөзбен айтқанда ана болуға дайындайды. Олар бұрыннан жинақталған тәжірибелерге сүйене отырып, ай толғақ, апта толғақ дейтін хабаршы толғақтардың күнін санап, келінің қай кезде босанатынын алдын ала есептеген. Соған орай үйді, төсек орынды кіршіксіз тазартып, арасында аша адыраспан түтіндетіп, отбасын заласыздандырады. Сонымен бірге туыт жеңіл болсын деп, күнде келіншектің құйымшағынан бастап көк желкесіне дейін қойдың құйрық майымен сылап, қол батыра уқалайды. Салқын тиіп желден қалмауын ықтияттайды. Міне, осы секілді жұмыстардың талайын болашақ кіндік шеше атқарады. Өйткені жас келін аман-есен көз жарып, қол-аяғын бауырына алса, кіндік шешенің ниеті қабыл болды, қолы жеңіл екен дейтін абыройға ие болып, көңіл аясы көтеріліп жатады екен. Кіндік шешенің жұмысы мұнымен бітпейді. Енді жас босанған ана мен нәрестенің күтіміне көмектеседі. Тұңғышын өмірге әкелген келіншек, жаңа өміріне жаттыққанша, белі бекінгенше, қолын суға салғызбай, кір-қоңын жуып, баланы жұмылдыру, сылау, құндақтау, жаялық жөргектерді таза ұстау секілді бір қарағанда ұсақ-түйектей көрінетін, бірақ өте қажетті шаруалардың барлығын дерлік кіндік шеше мойнына алған. Баланың ең алғашқы киімі, ит жидені тігіп әкелу де тікелей оның міндеті болған. Баланың былайғы өмірінде сол жанашырлық, мейірім, ықылас кіндік шеше тарапынан толастамайды. Сәбиге қатысты өткізілетін шілдеханадан бастап, үйлену не ұзатылу тойына дейінгі барлық шараның басы қасында жүреді. Оны айтасыз, өзі түгіл бүкіл отбасы мүшелерінің барлығы кіндік балаға айрықша бауырмалдықпен қарап қадірлеген. Баланың ата-анасымен қатар кіндік шешеге көрсетілер құрметтің орны бөлек болыпты. Қыз ұзатып, келін түсіріп, екі ел құдандалы болып жатқанда ата-анамен бірге аты аталып, төрден орын берілген. Кейін бала ат жалын тартып, мінер азаматтыққа жеткенде кіндік шешенің еңбегін ақтап, іздеп сұрап, сый-сияпатын жасай жүруді өзіне парыз санапты. Ұзатылып кеткен қыздар төркіндеп келгенде арнайы тартуы таралғысымен кіндік апасының алдынан өтіп, ақ батасын алады. Мұның өзі береке, бірлікке, ынтымақ татулыққа көпір болып жалғасып жатады екен.
Қазақ халқы бала кіндік шешеге тартады деп тегін айтпаған. Мұны қазір ғылымда қостайды. Өйткені жарық дүниеге шыр етіп түскен сәбидің пәк тәнін ұстап кіндігін кесу арқылы әрбір адамның бойында әртүрлі деңгейде болатын биоөріс, жаратылысындағы тектік қасиеттер белгілі бір мөлшерде балаға беріледі. Сондықтан баланың өз жақындарына ұқсамайтын кейбір мінездерінің кіндік шешеге тартатыны анық. Ой, бұл пәленшенің кіндік баласы ғой, мінезі содан аумай қалған деген сөзді бұрындары жиі естуші едік. Осы жерде сәл ойланып, зерделеп көрейікші, 70 жыл бойы бұл қазақтың кіндігін кім кеспеді дейсіз? Ұлттық қадір қасиет, ұлттық болмысымыздың жұтаң тартып, басқа бағытқа қарай ауыңқырап кеткенінің бір түйіні осында жатқан жоқ па? Қалай десеңіз де бұл ой негізсіз емес. Кеңес үкіметі дәуірлеп тұрған кезде кіндік шеше деген ұғымының қазақ ғұрпындағы негізгі мән мағынасы көмескеленіп, өзінің бастапқы ерекше де қадірлі орнынан айырылып еді. Рас, сол заманда да кіндік шеше атауын иеленгендер болды. Алайда олар кіндік кеспей-ақ сырттай сайланғандар, яғни сәби өмірге келген соң жаялық жөргегін алып, гүлі мен тәттісін көтеріп барып, перзентханадан ана мен баланы үйге шығарып әкелушілер. Бұлар шілдехана қырқынан шығаруда құрметті қонақ болып, бала қаратабан болмай, жатып кіндік кесер сыйын алып дегендей, екі жағы да міндеттерін өтегендей мәз мейрам болып жататын. Әйтеуір, қалай болғанда да ниеттері жақсы. Ал нағыз кіндік кесушілер басқа, көпшілігіміз оларды түстеп танымаймыз. Өйткені ананың босану сәті қай дәрігердің кезекшілік уақытына сай келсе, кіндікті сол кеседі. Қалай ма, қаламай ма, жалақы алып отырған қызметі болғандықтан өзінің тікелей кәсібі міндетін атқарады. Бұл олардың жаттыққан дағдылы жұмыстары. Кімнің кіндігін кесіп жатқаны олар үшін маңызды емес. Ең бастысы ана мен баланың амандығына жауапты жандар. Сол бір кезде ауылда қайдам, қалалы жерде, әсіресе Алматыда перзентханалардың дәрігерлері мен медбикелері, тіпті әлгі нянька дегеннің дейін орыс ұлтының өкілдері еді. Басқаны айтып қайтейін, өз ұлымның кіндігін солардың біреуі кесті. Ол Иванова ма, Петрова ма, білмеймін. Тек аман-сау босанғаныма қуанып, риза болдым. Осы күндері баламның бойынан әулетімізде жоқ кейбір мінезді байқағанда, кіндігін кескен адамды бірден есіме аламын. Бірақ көзіме оның бет-бейнесін, кескін келбетін елестете алмаймын. Орайы келіп тұрғанда айта кетейін, өз баламның кіндік шешесі белгісіз болғандықтан, енді көптен күткен немеремнің болашақ кіндік шешесі жайлы көп толғандым. Қайтсем екен деп әр ойдың басын бір шалып шешімін таба алмай, жүрегімде анық болған бір тосын әңгімені естідім. Танымсыздың келіні босанғанда келіншектің күйеуі туыт бөлмесіне бірге кіріп бүкіл толғақ барысын, нәрестенің өмірге келу сәтін түгел видеокамераға түсіріпті. Астапыралла, естімегенде елде көптеген осы екен-ау, деп қазақ жігітінің мына қылығын ер азаматқа ерсі тексіздік көріп қынжылдым. Алайда, егер еркек адам әйел босанатын жерге камерамен емін еркін кіретін болса, неге өзім қалаған әйелге медициналық бетперде мен халат кигізіп апармаймын? Дәрігер өзінің кәсіби міндетін атқарса, ал кіндік шеше баланың кіндігін кессе деген ойға келдім. Осы ниетімді жақсы таныс акушерге айтып едім. Туыт бөлмесіне дәрігерлерден басқа адам кіруге болмайды деп басын шайқады. Ойбай-ау, ана жігіт камерамен тайраңдап қалай кірген деймін ғой баяғы, қарсы дау айтып. Білмеймін, олай болуы мүмкін емес деп ат-тонын ала қашты. Мейлі ғой, ол білмесе мен білемін. Жүрмейтін жері жоқ, кірмейтін қуысы жоқ, ақша деген бедерлі қағаздың күшімен кірген. Сонымен не дейсіз? Бір күні белді бекем болып, айтар сөзімді жұптап, дәлелдерімді нақтылап перзентханаға келдім. Ондағы мақсатым
Болашақ кіндік шешені өзім әкелуме бола ма? Болмай ма, соның мән-жәнін білмекшімін. Егер сәті түсіп ойым орындалып жатса, әлі өзім тоқтала қоймаған, бірақ көңілімдегі бірнеше адамның ішінен біреуін таңдап, ниет тілегімді айтпақшы едім. Сөйтіп, әйелдер босанатын бөлімді басқаратын адамның кабинетіне бас сұқтым. Бір жақсы жері ол кенже қайсы бір бастықтар секілді сызбақтанып, салқын қарсы алмай, «О, апай қош келіпсіз» деп орнынан ұшып тұрып қарсы алды. Құдайдың құдіреті, ол дегеннен көзіме жарқ етіп ыстық көрінді. Оның бойынан адамды өзіне тартатын бір тылсым шуақ таралып жатқандай әсерде болдым. Үнемі аналардың өмірге сәби әкелу сәтінде шарапаты тиіп, жаңа туған баланың күнәсіз, таза тәнінен берілетін ғажайып қуатын ылғи әсер алғандықтан ба, маңдайы жарқырап, жанары жайнап тұр екен. Шынымды айтсам, бірден ғашық болдым да қалдым. Айтамын деп келген айшықты сөздерім жайына қалды да, айналайын, бізде бар жоғы бір тал ұл, бір келін. Тұңғыш немеремнің өмірге келуін күтіп жүрмін. Келінімді қамқорлығыңа алып, бізге кіндік шеше болшы деп, сөзімді созып ширатылмай, өтінішімді төтесінен айтып салдым. Ол алғашында біртүрлі абдырап қалғандай болды. Әнтек үзілістен кейін, апай, ана мен баланың қауіпсіздік болуын қолымыздан келгенше қамтамасыз етіп қызмет істеу біздің ең үлкен борышымыз. Ал бүкіл қазаққа белгілі шаңырақтың келініне бас көз болып, аман сау босандырып, кіндік шеше атансам, мен үшін зор мәртебе ғой, деп ризашылығын білдірді. Бұл әңгіме 1998 жылы желтоқсанның 3 күні болып еді. Ол содан бастап келінімді қадағалап, денсаулығын бақылап, дәрігерлік ақыл кеңестерін беріп, жанашырлықпен алдағы күнге дайындады. Иә, әр нәрсе өз уақытымен деген. Алланың рахымымен желтоқсанның 22 жұлдызында анарым аман есен көз жарып өмірге балпанақтай ұл келді. Атаның туған күніне 2-ақ күн жетпей туған немереміз. Бақытжан екеумізді ата, әже атандырып, көңілімізді көк аспанға шарқыратып, марқайтып тастады. Мен қателеспеген екенмін. Ұлтай Дауылбек қызы азын көпке балап жүретін өте ақ көңіл, еңбекқор, айналасынан алғыс естіп жүретін ақ еділ жан екен. Ол екі шаңырақтың қою араласуына дәнекер болып, өрісіміз кеңейе түсті. Ұлым мен келінім Ұлтай мама деп құрақ ұшап жақсы көрді. Тілі жаңа шыға бастаған немерем бір жолы ол келгенде «Мәмә Уля» деп балдырлап қолын созып ентелегені бар. Содан бастап ол мама Уля атанып кетті. Кейін екінші немеремді де қамқорлығына алып, момышылы әулетіне қос қабат кіндік шеше болды. Біздің үйдің барлық қуанышы мен қайғысына ортақтасып үнемі қасымыздан табылып жүргендіктен оны туған туысқан жекжат жұрт дос-жаран түгел таниды. Танып қана қоймай, біреуі кіндік апа деп, біреуі кіндік әпке деп атап сыйлап тұрады. Мұндай сый-құрметтің тамыры ұлтымызға тән, қазақи болмысымыздың ықылас пен пейілімізден басталып, осылай нәр алып жатқан болса керек. Аққолды ана. Әйел затының мынау жарық дүниеден көретін шынайы жалғыз бақыты ана болуы қуанышы десек, аттың жалында түйенің қомында, жаугершілік қуғын сүргінде де өмір перзент әкеліп, ұрпақ өсірген қайран асыл аналар-ай десеңізші. Бұрын көшпенді қазақ елінде қазіргіде жабдықталған дайын перзентханалардың атымен болмаған белгілі. Қазақ әйелі отының басында, ошағының қасында сәбиінің алғашқы үңгәсін естіген. Оларға көрген түйгені көп тәжірибелі аналар көмектеспепті. Өмір салты мен тіршілік қажетіне бейімделген кітаби білімі жоқ, сол апалар бүгінгі күннің акушер-гинекологтарының міндетін атқарған деуге болады. Бұлардың арасында есімі ел аузына ілінген, қолы шипалы, аузы дуалы арнайы ана босандыратын ақ жарқын ана, ақ қолды ана атанған ерекше шарапатты туыт аналары болған екен.
Ондайлардың аққұлды ана атануы кейде толғақ үстінде бала теріс келіп, ана мен баланың өміріне қауіп төнген қысылтаяң жағдайда қойдың жақсы жуылған бүйінен қолына киіп, баланы оңынан келтіріп, ананы аман сау босандырып алатынынан екен. Тапқырлығына таңғаласың. Жаңа сойылған қойдың бүйіні жасанды зат емес, табиғи қолғап болғандықтан анаға да, балаға да ешбір зияны тимей, қайта тәнге жұмсақ, жағымды болыпты. Әжелеріміз әлемдегі аурудың ең қиыны да, тез ұмытылатыны да толғақ деп айтушы еді. Бұл сөздің мәнін өзі ана болғандар ғана жақсы түсінеді. Жарық дүниеге жаңа адамды әкелу ащы да азапты толғақпен келеді. Әне, сол толғақ үстінде әркім өзін әрқалай ұстайды. Өйткені пенде жаратылысы бір-біріне ұқсамайды. Шыбын жаны кеудесінен ұшып шығардай қиналғанда, біреу ойбайлап айғайлайды. Енді біреу белі үзіліп жатса да, дымын шығармай тістеніп, сазарып қалады. Екеуі де жақсы емес. Ойбай мен айғайды естігенде, сыртта жақсылық хабар күтіп тұрғандар үрейленіп суық ойға бой алдырады, әрі үздіксіз ойбай мен айғайдан әйелдің күш-қуаты кеми береді. Ал тістенетіндердің жағы күйзелістен қарсырып қалады да, босанған соң күш жұмсап ашқызуға тура келеді. Көп те бармай, ондайлардың тістері босап түсе бастайды. Осындай жайларды болдырмау үшін аққолды ана келіншектің аузына тары салады екен. Толғақ қысқанда амалсыздан тарыны қышырлатып шайнау арқылы бебеулеуге де, тістенуге де мүмкіндік қалмаған. Бұл қара дүрсін әдіс болғанмен ананың толғақ үстінде әлсіреумен әрі тіс түбінің босамауының үлкен септігін тигізеді екен. Осының өзінде тәрбие мен өнеге жатыр ғой. Аққұлды ана немесе ақжарқын ана атанған сол мейірбан жандар өздері кіндік шеше болмаған. Қазақ салты бойынша аяғы ауыр келін күтіміне қомақты еңбек сіңіріп, кіндік шеше болуға дайындалып жүрген қамқоршылардың қолын қағып, жолын кесуді көргенсіздікке балаған. Олар тек өзінің кәсіби міндетін орындаған. Ана мен баланың жағдайының оңды болып нәрестенің аман сау дүниеге келуін, сонымен қатар туытпен бірге кездесіп қалатын әртүрлі қауіп-қатердің болмауына асқан жауапкершілікпен қараған. Өйткені адам өмірінен қымбат не бар дейсіз? Шыр етіп сәбидің өмірге келуі бір үйдің ғана емес, бүкіл әулеттің, ауылдың қуанышы. Адамдар бір-біріне сүйінші сұрап, мәре-сәре шаттанғанда, туыт аналар төңірегінен түгел алғыс естіп, абыройға ие болып, жүздері жарқын, маңдайлары ашық болғандықтан ақ жарқын ана атанған екен. Баланың өмірге келуін сөз етіп отырып, оның түскен кіндігі мен 9 ай ана жүрегінің астында шақалаққа серік болып жатқан жолдасы туралы айтпай кетуге болмайды. Бұл жөнінде халқымыздың ертеде қалыптастырған мәні терең, мазмұны кең ырымдары бар. Әсілі қазақ халқының кез келген ырымы ізгі ниеттен шынайы пәк көңілден туындап, жақсылыққа бағышталады. Ғасырлар бойы қайталана адамға медет беретін тылсым күшке айналған. Сенім ұлы күш, сенім бар жерде кие бар. Әр ұлтты демейтін сүйетін, киесі өзіне ғана қасиетті, өзіне ғана тиесілі. Мың жерден өзгенің ырымын, салтын керемет кесілтіріп, орындасаң да тегінде жоқ болғандықтан ешқашан саған жұғысты болмайды. Сонымен ата-бабаларымыз еркек түздің тынысы, әйел үйдің ірісі деп түйіндеп, қыздың кіндігі мен жолдасын, отбасының алтын қазық, құт берекесі болсын деп, оттың басына көмген. Әжелеріміздің оттың басына түкірме, оттың басын баспа дейтін тыйымы осыған орай шығыпты. Ал ұл баланың жолдасын, елін жерін, ата жұртын қорғайтын, намысты азамат болсын деп, 6 қырды асырып апарып, таза жерге көміпті. Ер азамат түздің адамы болумен бірге, ол шаңырақтың иесі, әулетті жалғастырушы, босағаны берік ұстайтын тірек болсын деп, кіндігін туған үйінің табалдырығының астына көмеді екен. Әлгі табалдырықты баспа деген көне тыйымның жауабы осында жатыр.
Міне, осылай бұрынғы қазақ баласының жолдасы мен кіндігі жерге берілген екен. Ер туған жеріне, ит тойған жеріне дейтін мағыналы сөз бар. Ит қарны тойған жерде жүре береді. Итте отан да, туған жер де жоқ. Өйткені иттің кіндігі жерге көмілмеген. Ақ кіндігі жерге жабысқан ата-бабаларымыз ұлтарақтай жердің өзінің жатқан бермей жанжалып, жан беріп жаумен шайқасқан. Қолында құдіретті қаруы болмаса да, қылыш семсер, найза шоқпар, садақпен ақсызбен бізге осыншама ұлан байтақ жерді мұраға қалдырыпты. Ал біз ше, 70 жыл бойы қай ата баласының кіндігімен жолдасын жерге көмген. Көмбек түгілі көргеміз жоқ. Күл қоқысқа тасталып ит жеді ме, мысық жеді ме, құрт құмырсқаға азық болды ма, бір Құдай біледі. Бұл күнде ата-бабаның қаны мен теріне суарылған сүйегі жатқан жерді аузы мұрны қисаймай сатамыз дейтін, қарны тойған жерде жүре беретін ит тектестер көбейді. Үлкен кішіге ұлағат көрсете алмай, кіші өзім білімге салып, ит пен мысықтай жауласып, намыстан жұтап, құрт құмырсқадай ұсақталып, берекеміздің кетіп бара жатқанының бір ұшы кіндіміздің қасиетті жерімізден ажырап қалғанынан шығар. Ата марқұм Құдайға сенбеген тылсымға да сенбейді деуші еді. Сену сенбеуді әркімнің өз еншісіне қалдырайық. Тек адам ретінде осы әңгімені ой санасынан өткізсе екен деймін. Өткен ғасырда ана болғандар жақсы біледі. Босанған әйелді баласының кіндігі түспейінше үйіне жібермейтін. Кейін өзіміз жеке шаңырақ көтеріп, еркін ел болғалы бері 2 күннен соң перзентханадан шығарып жіберетін болды. Жас ана бұрынды соңды естігені бар. Түскен кіндікті тастауға болмайтынын шамалап түсінеді. Алайда ары қарай не істеу керектігін білмейді. Өкініштісі сол, азан білмесе де құлағын қағатын дүмше молда секілді, өздері ештеңенің байыбына бармай-ақ ақыл айтушылар жеткілікті. Біреуі тұмарға қосып тігу керек дейді, енді біреуі баланың алғашқы алынған қарын шашымен қосып шүберекке түйіп үйде сақтауға жет дейді. Әлеуметтік желіде әжептәуір атағы бар бір әйел балаларының кіндігін Құранның арасына салып сақтаймын деп айда аспанға бір-ақ шығарды. Қасиетті Құранды кіндік қоймасына айналдырып, әрі соны мақтанышпен өзгеге үлгі етіп отырған сол пендеге қайран қалдым. Әрине, бауыр еті баласы үшін аналар қолынан келген бар игілікті жасауға дайын тұратынын белгілі. Жоғарыдағы ақыл айтушылар да жақсы ниет ойлаған болсар. Десе де әркім өзінше бұра тартып білсінбей, ата-бабадан қалған ұлағатты қазақ дәстүріне неге жүгінбейді екен деймін. Рас, баяғы отбасы мен табалдырық өзгеріп кеткен, бірақ жер ана өзгерген жоқ, орнында тұр ғой. Маған талай жас аналар мен олардың шешелері хабарласып, жөн-жоба сұрап жатады. Қазақтың ұлттық төл дәстүрінен белгісі келетін ондай адамдарға риза болам. Шама шарқымша білгенімді түсіндіріп, құтыруға тырысамын. Айтайық, кіндікті сыртқа апарып кісі аяға таптай бермейтін, таза жерге немесе даладағы тамыр тартып жапырақ жайып өсіп тұрған ағаш түбіне көмуге кеңес беремін. Бұл бабалар дәстүрінен қиғаш кетіп тұрған жоқ. Қисынға келіп қиюға қабысып тұр деп ойлаймын. Ал оны орындау-орындамау әркімнің өз еркі. Айтпайын десем аузым бар, көрмейін десем көзім бар. Болған соң көңілімді көптен бері ғажап жүрген нәрсе сәбидің жолдасы жайлы. Ертедегі әжелеріміз таза жуып, аққа орап, жерге көмгізетін ана құрсағынан шыққан бала жолдасын айтып отырмын. Құдайға шүкір, қазір нәресте кіндігімен үйге келетін болды. Ал жолдасының қайда кететінін сол баяғы белгісіз күйі қалды. Неге десеңіз, оны іздейтін сұрайтын адам жоқ. Тәуелсіздікке дейін 70 жыл, одан кейін бостандықтан ширек ғасыр ішінде бір ата-ана баласының жолдасына жоқшы болып жерге көмгенін естідіңіз бе? Мен естімедім. Білуге талпынсам да оған қолым жетпеді. Тексеріп зерттейміз деген жан-жағы тұйықталған бітеу сөзден басқа жауап алмадым.
Естіген құлаққа жазық жоқ. Кеңес заманында бала жолдасын арнайы ыдыстарға салып Мәскеуге жібереді екен. Жоғарыдағы лауазымды адамдардың ханымдары мен оларға жақын жүретін атақты әйелдер жас көріну үшін өңіне әжім түспей жылтырап тұру үшін бетіне жапсырады екен. Көп бөлігі шетелге алтынға сатылады екен, жарамсыздары қоқысқа тасталады екен дейтін. Осылай толып жатқан екендерді еститінбіз. Рас, өтірігін көзін көріп қолымен ұстамаған соң бір бүйіріңе шаншудай қадалса да, дымың ішіңде аузыңды жауып жүрдің. Саптаяққа ас құйып сабына қарауыл қойған заман еді ғой. Әйтсе де отты үйде жақса да, түтіннің сыртқа шығатынын секілді, қанша құпияласа да, әлгіндей қабыр сыбырлы бәрібір таралып жататын. Бұл әңгіменің бекер емес екенін ішіміз сезетін, бірақ ашық айтудан жалтарап жүре бердік. Ендігіміз не? Сүйекке сіңген әдетпен кіжінуіміз көп те бел шешіп кірісуіміз жоқ. Інжықтың әлі иығымыздан түспеді. Иә, солай. Әйтпесе ана 9 ай бойы баламен бірге көтеріп, ащы толғақпен келетін сәби жолдасын нағыз иесінен сұраусыз өздеріне меншіктеп алғандардың не істеп жүргендерін, қандай тапсырма орындайтындарын білер едік. Ең болмаса құдіретті күшті Құдайым ана құрсағына баламен бірге оның жолдасын тектен тек жаратпағанын ойланар едік. Жарыс қазан. Қазақ халқының салт-дәстүр, әдет-ғұрып, ырым-үрдістері талай-талай тарихи кезеңдерді басынан өткізіп, небір зұлмат замандарды артта қалдырып, сан алуан дәуірлердің таңбасын бойына сіңіріп бізге жеткен. Қоғамдық құрылыс пен өмір салты өзгеріп, тұратын табиғи құбылыс. Халқымыз басып өткен белестермен бірге әдет-ғұрпымыздың да талайы тарих қойнауына кеніп, көзден тасалынған белгілі. Алайда өткеніңді білмей, жеткеніңнің бағасын жете білмейсің депті кемеңгер бабалар. Иә, өткені білгеннің артықшылығы жоқ, ол баспаныкі емес, өзіміздікі ғой. Аналар қауымы жалпыға ортақ перзентханаларда босанғалы салттан шығып қалған. Қолданыста жоқ ырымдардың бірі жарыс қазан. Келін босанар сәтте бірнеше әйел қазан көтеріп, от жағып тамақ әзірлеуге кіріседі. Уақыт алып ұзақ пісетін ас таңдалмайды. Керісінше тезірек даяр болатын жеңіл желпісін жасайды. Ондағы мақсат қазан қайнап, ас біткенше бала дүниеге келсін, келін аман есен, апы көпі тез босансын деп қазан мен толғақты жарыстырып тілек тілейді. Сөйтіп келіншек қол аяғын бауырына алып жеңілдегенде ас та әзір болып, қуаныш дастарханы жайылып, шілде тойдың алды басталып та кетеді екен. Бұрын көне қазақ ауылында болған қазір келмеске кетіп, ұмытылған тағы бір ірім түстіме деп аталыпты. Келінің толғағы жиелеп, бірақ бала түсе қоймай анасын бебеулетіп жатқанда осы ірім жасалған екен. Білегінің күші бар, ересек балалар мен келіншектер келсап, тоқпақ секілді ауырлау заттармен үйдің сыртында айнала жүріп, жерді дүрсілдете соққылап, түсті ме деп дауыстайды. Іштегі әйелдер түсті деп жауап қатады. Бұл әрекет қажетіне қарай қайталанады. Ащы толғақ шыдатпай қиналып, жан-жағына тырмыса қарманып, жаншырып жатқан келінге айналасында соншама адамның өзіне тілеулес болып көңіл демеулерін біреу әсер етпей қоймайды дейді. Сол кезде келіннің сіресіп тұрған бойы босап, бала да шыр етіп түсетін көрінеді. Әжелеріміздің бұл әдісінің негізгі мәні келінге рухани күш-қуат дарытып, өзіне деген сенімін арттырып, жігерлендіруді көздеген екені. Шілдехана. Жақсылықтарын жария етіп, қуаныштарын дария етіп жүретін ақ көңіл халқымыздың әдемі бір салты шілдехана. Жарық дүниеге жаңа адамның келуі, құрметіне арналған той, сауық сайран, айналасына қуанышты паш еткен көңіл шашуы. Күткен күні сәтті болып, келін аман сау босанған соң төңіректегі туыстарға, жек-жат жұртқа, көңіл жетер дос-жарандарға сүйіншілеп хабаршылар аттанады. Жаңалықты жеткізушілер ол баланы ат ұстар, құрық ұстар деп, қыз болса кесте тігер,
шолпы тағар деген секілді сыпайы да келісті теңеулермен өмірге кім келгенін әдемілеп айтады. Осының өзінде ұлттық әдеп, иба, ұлттық тектілік жатыр. Қазақ салты бойынша жақындарға сүйіншілеп кісі жібермеу өкпе туғызатын мін болып саналған. Сондықтан онсызда бір атым Насыбайдың көңілі қалатын, бала мінез ағайынның арасындағы ынтымақ бірлік, сыйластыққа сыза түсірме жағы қатты ескерілген екен. Ал сүйінші сұрап қуаныш жеткізген адамды құрметтеп, сый-сияпат ұсынып, риза етіп қайтарады. Басқа тойларда емес, шілдеханаға шақырылып та, шақырсыз да келе береді. Бау берік болсын, айта келген әрбір адамды ашық көңіл, жарқын жүзбен қарсы алу халқымыздың бұлжымайтын ата жолы. Шілдеханаға кешке қарай өнерпаз жастар жиналады. Сонымен бірге ауыл адамдары да қойын қоралап, сиырын сауып, бала-шағасының ас суын беріп дегендей шаруалардың бір қайырып, шілде күзетіне қатысып, өмір тамашалайды. Күмбірлеп, күй тартылып, асқақтап, ән шырқалып, өрнекті өлең ұйқастарын төгілте қыз-жігіттер айтысып, сауыл сайран таң аппақ боп атқанша толастамайды. Жас ана жаңа туған сәбиін бауырына алып, өздеріне арналған ілтипатқа елітіп, шымылдық ішінде жатады. Бағанағы ширыққан жүйкесі босап, 12 мүшесі түгел балбырап, көңіл мерейін қандырған ән мен күйді тыңдап, рахат бір сезімге бөленеді. Жаратушы иемнің пенделеріне жіберген жеті сазының ерекше қасиеті, әуез құдіреті біздің халқымызға молынан дарыған. Шоқан Уәлихановтың досы, этнограф, фольклоршы ғалым Григорий Николаевич Потаниннің бүкіл қазақ даласы ән салып тұрғандай деп таң қалған бекер емес қой. Әне сол сиқырлы саз әсем әуен жаңа туған нәрестенің құлағына сіңеді. Дүние есігін ашқан сәттен ән күймен тербеледі. Осыдан соң қазақ қалайша әнші болмайды, қалай ақын болмайды дейсіз. Амал қанша, біздің ана атанған кезімізде перзентіміз мұндайсыды көрген жоқ. Олардың құлағы туа сала тек орыс сөзін естіген. Қазақы рухымыз бен болмысымыздың әсіреуіне мұның да әсері болғанын бекер дей алмаймыз. Итжиде немесе ит көйлек. Итжиде баланың мынау жарық жалғанда киетін ең алғашқы киімі. Оны тек кіндік шеше әкеледі. Бұл кәдімгі жиде сияқты емес, қолтығынан ойып, жең шығарып қолмен көктеп тіккен уақытша киетін көйлек. Нәрестенің терісі тым нәзік болғандықтан жұмсақ матадан тігісін сыртына қаратып, кең, мол әрі ұзын етіп тігеді. Мұның өзіндік мәні бар. Біріншіден, баланың емін еркін жатуына ыңғайлы болсын дегені. Ал негізінде басты мағынасы тереңірек жатыр. Тіршілік деген бір қалыпты зырылдап өте шығарып, тақ-тақ жол емес. Өрге де өрлейсің, төменге де сырғайсың. Күн мен түн секілді жақсылық пен жамандық, молшылық пен жоқшылық бірге жүреді. Аққан селдей, ескен желдей өте шығар қысқа өмірде таршылық көрмесін. Басына тартса аяғына жетпейтін мұқтаждық та тірелмесін деген ақ тілеумен итжидені берекелі етіп тіккен екен. Кейінгі заманның кіндік шешелері дүкеннің дайын киімін алады, жидесі кіндігіне де жетпейді. Ата-бабаларымыз жақсы сөз жарым ырыс деп сөз киесін жете ұққандықтан айтқан. Олар жаратылыспен адам болмысын байланыстыра отырып тұрмысқа енгізген ырым-тыйым, әдет-ғұрыптары ойсыз, негізсіз шықпағаны аз да болса зерделі. Адамды бей-жай қалдырмаса керек. Осынау ұлан-ғайыр кең байтақ жерге иелік еткен көшпенділер атанған халық ерлігі мен өрлігін, парасаты мен даналығын шартарпа танытып, тұтастығын мойындата білгені тарихи шындық. Бүгінде қарап тұрсаңыз өз елінде, өз жерінде үйсіз-күйсіз күн кеші базарда ала қоржын арқалап, жамбағыстың жарапазына түсіп басына тартса аяғына жетпей тұрмыс тауқыметін тартып жүрген өз қазағымыз емес пе? Қай тұста ата жолынан адастық, қай жерде жаңылып жаза бастық. Туралықтан қашан тайдық? Жауап іздейміз, себеп іздейміз. Біз бір күнде жетпедік қой бұл күйге.
тасын ала берсе тауда таусылады дегендей, ана жерден мына тұстан там-тұмдап ұлттық қасиетіміз мұжыла берді. Сөйтіп, көп аздан көлемді көп жинағанын білмей қалдық. Тікелей ежидеге қайта оралайық. Оны сәби қырқынан шыққанша киген. Баланы қырқынан шығарғанда ит көйлекке өрік мейіз, тәтті мәтінді түйіп, итті мойнына байлап жібереді. Балалар итті қуып жүріп ұстап, не алдап шақырып, мойындағы жейдені шешіп алып, ішіндегісін таласып жейді. Босаған жейдені үлкендерге қайтарып беріп, сый алады. Қазақ халқы итті жеті қазынаның бірі деп әйтеурлейді. Ит адамзаттың жер бетіндегі алғашқы серігі, қорғаушысы, әрі иесіне адал берілген күзетшісі. Адам ата мен Хауа ана пейіштен қуылғанда ит олармен бірге келген деген аңыз әңгіме халықтарының бәрінде дерлік бар. Иттің және бір қасиеті көптеп күшіктейтіндігінде. Баланың артынан бала ерсің, шаңырақ баланың шуына толсын деген тілек жатыр. Содан кейін тілімізде ит жанды деген сөз бар. Иттің төзімділігіне, қайсарлығына байланысты айтылғандықтан да баланың бойында қайсарлық пен табандылық, адалдық қатары өрілсін, тіршілікте кезігер қиындықтарға төзе білсін деген ақ ниетпен ежиде итке байланған. Сол жейдені бала көтермей жүрген әйел қалап алатында салт болған екен. Осы жерде сонау жас кезінде болған күні бүгінге дейін көз алдымнан кетпей, жадымнан шықпай жүрген бір кішкене көріністі айтудың реті келіп тұр. Анамның Атамқұл дейтін туысы бар еді. Сол нағашымды Алматыда тұратын үйлі жайлы екі ұлы жағынан үгіттеп қалаға көшіріп әкетпекші болды. Содан нағашым ұлдарына: қайда жүрсеңдер де Құдай беттеріңнен жарылқасын. Менің бата тілегім қашанда сендермен бірге. Түстік өмірім бар ма жоқ па білмеймін. Ол тек бір Аллаға аян. Тоқымдай жерге сиятын томаршадай тәнімді сүйрек туған жерімнен ешқайда қозғалмаймын. Мына жерге аталарым ат байлап, аналарым күл төккен. Кіндігім осында кесіліп, жейдемді иттің мойнына осы жерде байлаған, деп туып өскен қарқарасын құшақтағысы келгендей құлашын жайып тұрып алды. Жасы 70-ке келген адамның өзі көрмеген ит жейдесін иесіне алған сол кезде маған күлкілі көрініп еді. Кейін түсіндім. Екі ауыз сөзбен туған жеріне, өскен отанына деген шексіз адалдық пен сүйіспеншіліктің ғажап үлгісін айтқан екен. Қайран, баяғының иман жүзді ардақ қарттар-ай десеңізші. Қалжа. Қазақ ғұрпында аса қадірлі әрі міндетті түрде орындалатын салттың бірі, бір емес-ау бірегейі жаңа босанған әйелге бағыштап оның ана болу құрметіне арнап мал сойып қалжа жегізу. Алдын ала жақсы бағылған еркек қойдың сорпасын ішкізіп, етін жегізуді қалжа беру деп атаған. Ана қалжаның берілмеуі ер азамат үшін үлкен мін болу бірге күнә саналған. Сондықтан кедейдің кедегі бір қалжаға жарапты. Өткен ғасырдың бас жағында өмір сүрген талантты ақын Сұлтан Ахмет Торайғыровтың «Менің сорлы шешеме қалжа қайда, қойсат» деп әкем барды көрші байға дейтіні де сол қалжаның қамы. Кейбір өңірлерде қалжаны келін төркіндері әкелген. Сол секілді ағайын туыс, дос-жарандарда қарап қалмаған. Қалжасы үзілмесін деп қуанышқа қойын өңіріп келетін екен. Өйткені бір әулетке ұрпақ сүйгізіп айналасын қуантып отырған анаға арналған бұл дәстүрді жасау сауабы зор әрі абыройлы іс делінген. Ана мен баланың былайғы жерде дені сау, көзі қара болуы қалжаға тікелей байланысты болған. Бүкіл мүшесі салдырап жатқан әйелді күнді күйлі қойдың жас сорпасын ішіп, етін жеген сайын күш-қуаты қалпына келіп, белі бекиді. Кездейсоқ кезігетін түрлі ауру сырқауға қарсылық қуаты артады, сүтін әрленіп, құнарланып балаға жұғымды әсерін береді. Сәби күн сайын ет алып ширай түседі. Әйелдің денесіндегі ұйыған қатқан қан артық тұз секілді термен шығып, бойы тазарады, көңілі сергейді, өңі ашылып ажарланады. Айтса да қалжаға сойған қойдың мойын омыртқасын бөлшектемей тұтас бүтін күйіп пісіреді. Келін оған пышақ тегізбей қолмен тап-таза етіп мүжейді. Содан кейін жіп өткізіп, есіктің маңдайша тұсына іліп қояды. Баланың мойны тез қатайсын әрі түзу болсын деген ырым. Шілдедері шықпаса 40 түрлі қырсық жабысады деп тіршілік тәжірибесінен ой түйген бұрынғы аналарымыз
40 күнге дейін әсіресе тұңғыш баласын өмірге әкелген келінді ерекше күтімге алады. Келіншектің қолын суық суға тигізбей, салқын сусын ішкізбей, тісі босамасын деп, аузын орамалмен жауып, жел тиюден сақтапты. Тізесіне жылы тізек қап, аяғына жын байып пен кебіс мәсі кигізіп, буын сырқырайтын дертке шалдықпаудың амалын жасаған. Әсіресе омырауын қымтап, салқын тегізіп алмауын қатты қадағалаған екен. 9 ай бойы созылған ішін қалпына келтіру үшін белін жалпақ шүберек белбеумен мықтап, орап тастаған. Сондықтан қазақ әйелдері бүгінге дейін қарынды болмай, тіпті 5-4 бала тапқанша бойы тұрқысының бұзбай, мүшелері келісті сақталған дейді көне көздер. Сонымен бірге келіншектің шашын қатты етіп өріп, ертіс түсуден сақтаған. Аяғы ауыр кезде бетін түскен ноқта сепкілдерге бие саумалынан көбігін кілегей және бала еміп тойынған соң қалған сүтті жағып, аз уақыттың ішінде көрер көзге дидары көріктеніпті. Түптеп келгенде осылардың барлығы ұрпақ қамы үшін жасалған қамқорлық. Қалжа деген ананың дені сау, көңілі жадыраңқы болса, бала да ана сүтіне тойып, тез түлеп аман сау жетілетіні сөзсіз. Бәрін айт немерем мұратын ойлаған мейірбан әжелер келінің аяғы ауырлағаннан бастап күнделікті өмір сабақтарын көрсетіп, келесі балада өздігінен көп жайды түсінетін, талай тірлікті айтқызбай-ақ атқара алатындай үлгі-өнеге беріп, шыңдаудан өткізген екен. Ел аузындағы әңгімелерде айтылатын, тезек теріп жүріп далада жалғыз босанып қалып, кіндігін тісімен қиып баласын етегіне орап келетін әйелдер бірінші туытта жақсы күтім көрген сынақтан өткен белгілер дейді. Бүгіндері келінін 40 күн баптайтын енелер көп пе, аз ба, жоқ па, оны білмеймін. Ол әркімнің өз шаруасы. Өз басым 2 немеремде келінімді 40 күн қалжасын үзбей баптап күттім. Тұңғыш немеремде келінім ыңғайсызданып, ой мама, өзім істеймін, өзім жуамын деп шаруаға араласқаны келді. Ол түсінікті де үлкенді сыйлай білетін текті ата-ананың тәрбиесін көргендіктен енесінің өзіне тік тұрып қызмет еткен қабылдай алмады. Мен оған белі бекінгенше қозғалма, сенің жұмыс істейтін кезің әлі алда. Мен саған келін болмаймын, келіндік тірлігіңді өзің атқарасың. Ал қазіргі міндет тікелей менікі. Ол ата-бабамнан қалған, менің әжем, менің ана орындаған салт, мен солардан көргенмін. Енді кезек менікі. Құдай бұйырса келешекте бұл күн саған да туады. Сондықтан айтқанымды тыңдайсың, көрсеткенімді орындайсың, бергенімді ішіп жейсің, маған қолбайлау болып, ақсүйге кірмейсің. Деп түсіндірдім, көнді, көнбей қайда барады. Айналамдағы араласып жүрген тең тұстары мені онша түсіне қоймады. Біреу қасын келіп таңырқады, біреу қазақ байшылық деп күлді, енді біреуі келінге малай болдың деп те жіберді. Біле білген адам болса бұл жерде әулетімізге ұрпақ әкеліп, шаңырағыма шаттық сыйлаған анаға құрмет көрсетіп, соңыңа амандығын тілеп тұрмын ғой. Келінім ақылы немереме қамқорлық жасадым. Қашан немеремнің жайлығын жуар екем деп аңсадым. Алла тағала арманыма жеткізіп көптеп күткен немеремді сүйгізіп отырғанда ата-баба салтын істемеуім керек пе? 9 ай бала көтеріп, ащы толғақты бастан өткізіп, әл дәрмені әлсіреген келінімнің жағдайын жасамасам менің кім болғаным? Сол 40 күн анар екеумізді тым жақындастырып, ана ретінде бір-бірімізді кедергісіз түсінетін ынтымақты берік одақ болдық. Мұның өзі бері келе сыйластық қана емес, бүкпесі сырластық айналып, мен сен демей біз дейтін дәрежеге көтерілдік. Тағы бір айтайын дегенім, екінші немерем туғанда келінімнің көп іске көзқарасты болғанын көрдім. Тәлім тәрбие көрсетуден сіңімді болатынына анық көзім жетті. Сондықтан жастарды ештеңе білмейді деп кінәлап жазғырудың бұрын әр нәрсенің тетігін көрсетіп, көзін жеткізіп үйретсе, азар топас болмаса, оңды нәтижесін беретін сөзсіз екен. Қазіргі жігіттерді қайдам? Бұрындары бір жігіттің ауырлау затты көтеруге шамасы келмей, мықшыңдап жатқанда құрдастары, немене, сен туғанда шешең қалжа жемеген бе деп қағытатын. Қайсы бір жігіт өзінің күш қайраты басқадан басым екенін көрсеткенде, Құдайға шүкір, біздің де шешеміз қалжа жеген деп кеуде керетін.
Бүгінде осы сөздер ауызекі сөйлеу тілімізде жоғалып кеткендей әйтеуір естілмейді. Өйткені қазақ атам қадіріне жеткен қалжа дәстүрі жай тамақ дәрежесін құлдыраған. Заманның тарлығы ма, көңілдің тарлығы ма, салтты бағаламау ма, екінің бірі қалжыңдапайды. Есесіне витамині көп деп неше түрлі шөп шалам пәле патырды әтеуірлейді. Мүмкін сол ішінде сирақтары шидей бойлары бір тұтам жігіттердің қазақ ішінде көбейгені, ұсақталып шөгіп бара жатқаны анасының қалжаға қанықпаған, күтім көрмегенін шығар. Тамырына сүйенген тал бәйтерек болады депті бабаларымыз. Біз тектік ұлттық рухани байлығымызға сүйінбей ұлт болып жармаймыз. Айта береді десіз, мейлі, ол өз еркіңіз. Ойлай ой болдым, өртеке едім қой болдым депті бір әңгүдік алаңғасар. Сол айтқандай мен де кейде өткен күндерді еске алып ойға берілемін ғой баяғы. Сонау ертегі оқымаған сауатсыз, қараңғы депті ат қойып, айдар тағып оған бізді сендірген бұрынғы аналардың келіндері перзентхананың капусталы көк сорпасын ішіп, шикі тарынан жасалған ботқасын жеп, маңдайы жіпсіп терлемеген мына біз бейбақтарға қарағанда анағұрлым қадірлі де аяулы болған-ау. Есімде, кеңес дәуірінде жаңа босанған әйелдің ішіне қан тоқтату деген желеумен кесек-кесек мұзды басқызушы еді. Барлығы демей-ақ қояйын, бірақ содан әйелдердің көбі өміріне жетерлік дерт тапқаны анық. Сүйегі жарлы, балбырап, жаңа ғана тіршілікке сәби әкеліп елжіреп жатқан ана түгіл, былайғы адамды тітіркендіретін қышырлаған мұзды жас босанған анаға басуды қайдан ышпан ойлап тапты екен. Адамгершілік аяудан басталады, аяушылық жоқ жерде адамдық жоқ деп отырушы еді марқұм анам. Сонда бала жатқан жатырымызға мұз басып, бізді ешкімнің аямағаны ма? Әлде осылар көбеймесін, өсіп өнбесін деген жымысқы мысық тілеу ме? Ол жағын енді ажыратып білу қиын, жауап беретін адам жоқ. Бір қуанарлық жай, өзіміз дербес ел болғанды бері жаңа босанған әйелдің ішіне мұз қоятын емнің аты өшіп құрылды. Оның зиян екен енді түсініпті. Оған да тәубе дейсің. Уыз, келінді сұлу көрсетер алдындағы баласы депті бұрынғыдар. Бөпесін емізіп отырған ананың жүзіне зер салып қараңызшы. Рахат бір маужыраған тылсым тыныштықты, мейірім шапағат шуағын көрер едіңіз. Ана мен баланың арасындағы ғажайып бір үйлесім, бірлік тек қана ана сүті арқылы ғана жалғасады екен. Адам бойындағы ізгі қасиеттің бәрі ана сүтімен берілетінін бүкіл әлем біледі. Дәлелдеуді қажет етпейтін ақиқат. Алайда жас босанған анаға жетімді күтім, жанашыр қамқорлық жасалмаса, баланың толыққанды аман сау өсуі екі талай. Өйткені ана сүті бала үшін болашақтағы жігер қуаттың, денсаулықтың, түрлі ауруларға қарсы тұру қабілетінің қайнар көзі. Қазақта уызына жарымаған өмірде жарымайды дейтін сөз бекер айтылмаған. Мұның терең мән мағынасы бар. Уызда текті қасиет болатынын, ал текті қасиет дегеніміз ұлттық қасиет екенін жете түсінген ата-бабаларымыздың уызға ерекше мән беру себебі осында жатыр. Бала өз өмірінің алғашқы күндерінде қабылдайтын уыз деп аталатын ананың қою сүтін дәл қазақ сияқты ардақтап, ерекшелеп айтатындар кемде-кем. Өзгелер жалпылама ана сүті деп қана атайды. Уызда ананың сонау зау-зат тегінің жиынтық қасиеті болады екен. Әлгі жиеннің нағашы жұртына айрықша ықыласпен берегі бұрып жақсы көруі, нағашының жиенді барынша әйтеуірлеп кез келген еркелігін көтеруінің бір мәні осында көрінеді. Қазақтың текті жерден келін іздеуі тегін емес қой. Тілімізде уызына жарыған дейтін мақтау сөз бар. Оны көргенді арлы намысты, тілін ер жұртын қадірлейтін білікті адамдарға арнап айтады. Керісінше, уызына жарымаған деп тексіз, бәтуасыз, қайырымсыз, өз ұлтына тұмсық шүйретіндер де айтады. Түсінген кісіге қарғыс секілді ауыр сөз. Сол секілді уызына жарымаған құлынан жүйрік шықпас, уызын жарымаған қозыдан қошқар болмас дейді. Адам түгілі мал екеш, малдың төлі өз ембесе өліп қалуы мүмкін. Тірі болғанның өзінде шөкімдей болып өспей қалады. Ертеректе қазақ әйелдері баланы 1,5-2 жасқа дейін, кейде одан да көп уақыт емізген. Әрине ана күтімі жақсы болса,
Ана сүтіне неғұрлым ұзақ қабылдаған баланың денесі ширақ, қимыл қозғалысы тетік, дені сау, жетіліп, зерек, ақылды болып өседі. Ал бала емізіп жүрген кезде келіншек түлеп жасара түседі. Құлын мүшесі бірі әдемі толысып, жанарында ұшқын ойнап, шырайланып кетеді. Әрі қазіргі қаптаған төс ауруларынан аулақ болған екен. Өкінішке қарай бүгінгі келіндердің көпшілігі нәрестесін 2-3 айға ғана емізеді. Сүті ерте тартылады. Талайлары тіпті бала туа салып ақ емізе алмайды, яғни балаға аса қажетті уызсыз қалады. Мұның үлкен бір себебі жас келіншектердің кесертілігі арқылы босану, әуестеніп кеткендігінде жатыр. Осыдан 30-40 жыл бұрын ана мен баланың өміріне қатер төнгенде ғана, онда да сирек жағдайда жасалатын бұл әдіс қазір 2-1 басында өтуде. Тәжірибесі жасты алдын ала сабырға, төзімге шақырып, мұның бәрі уақытша құбылыс, өте шығар қиындық екені иландырып, сенім ұялатудың орнына өздігінен босана алмайды деген уәжге дәрігерлер де жаттығып алған секілді. Олардың пайымды, парасатты ақыл кеңесінің маман ретіндегі міндетінің кемшін түсіп жатқандығы дер едім. Ештеңені артық кем жаратпаған, Алланың құдіретімен келетін ащы толғақты ауырсынып, соған шыдамы жетпей, табиғи түрде өмірге бала келуден бас тартатындарды сол сәттегі жаратылыстың құпияға толы сырынан ада қалады. Бебеулеткен толғақ желісінің соңы тілмен айтып жеткізе алмайтын ғажайып сезімге ұласатын тек қана сәбиін өзі босанған аналар жан-тәнімен жақсы түсінеді. Әлгіндегі толғақтың азабын одан да күшті, одан да құдіретті аналық ұлы сезім басып кетеді. Ал кесертілігі арқылы дәрігерлердің темір-терсек құралдарының көмегімен босанғандар ондай ұлан-ғайыр ғаламатты түйсіне алмайды. Әрине, ана болғанына ол да қуанады, аман қалғанына масайрайды. Бірақ сәбиін ішін жарып алу арқылы туғанның кесерінен ана мен баланың арасындағы көзге көрінбейтін ішкі байланыстың құпия да нәзік жібі үзілгенін аңғармайды. Мұндай әдіспен өмірге келген балалар ана сүтін өз дәрежесінде қабылдай алмайды. Өйткені анасының ақ сүті өзі босанған анаға қарағанда ерте тартылады. Сондықтан амалсыздан жасанды қоспа сүт беруге мәжбүр болады. Бала денесінің қоректік заттарға деген қажетін қолдан жасалған қоспа сүт те қамтамасыз ете алады. Алайда қоспа сүт тұрмақ анасынан сауып алып емізіп шөлмекпен берген сүтте баланың табиғи қажет сезімін туғыза алмайды. Сәби ана төсін сорғанда ғана ләззаттанады, толық қанағат алады. Қоспа сүт баланың қарнын тойғызады, бірақ ана жүрегінің жылуы мен мейірімінен айырады. Ол бүгін білінбеуі мүмкін, алайда өмірінің бір кезінде сол кемдік көрінбей қоймайды екен. Сыза түскен қоңырау дұрыс сылдырламайды дегендей, дімкестік түрінде ме, безбүйрек мейірімсіздік мінезбен бе, әйтеуір білінеді екен. Сондықтан ана сүтін балаға қажет тамақ қана деп ұғатындар қатты қателеседі. Ана сүті адам баласының шынайы түрде жақсы сапада адам болып қалыптасуының өміршеңдігінің басты кепілі. Бұл күнде ананың ақ сүті ананың аялы алақаны. Ана мейірімі дейтін адам өміріне бірден бір қажетті қасиетті ұғымдарды жүрекпен сезінбей, әншейін ауызбен айтқанда жағымызы аңылмайтын жасанды мәжеге жеткеніміз жасырын емес. Кіндігінен қағынған тасбауырлар еш кінәсі жоқ. Кішірексіз перзентін адамның аузы қайталап айта алмайтын лас жерге лақтырып кетіп жатыр. Күні ертең өзін оңдырмай ұратын зауал барын ойламайтын имансыздар қатары қалыңдап келеді. Олардың кейбіреулерінің үлкен жақсылығы баласын жетімдер үйіне өткізіп құтылады. Әрине, балалар үйінде сәбилерді асырап бағып қағатын киім мен тамақтан кемдік көрсетпейді. Алайда ана сүтін татпаған тірі жетім ана мейірімінен мақұрым қалады. Мейірім жоқ жерде оның орнын қатыгездік жайлайды. Бәрі демеймін, бірақ балалар үйінен рухани мүгедек, ұлттық болмысы жоқ, бүкіл қоғамды өз басындағы жетімдікке кінәлі санайтын кекшілдер көп шығады. Мен Алматы облыстық бала бөбек қорын басқарғанда балалар үйімен сәбилер үйімен тығыз байланыста болдым. Сонда тамаққа тоқ, көңілге аш балалардың жүзі жарқырап күліп, еркін көсіліп ойнап немесе еркелегенін көрмедім.
Қашан барсаң да тағдырдың тосбауыр тәлкігіне ойынсұнғандай тұнжырап жүргендері. Құртақандай сәбидің көзіндегі бір сұмдық мұңды байқағанда жүрегің азар тас болмаса парша-парша езіледі. Кішкентай бөпеден бұрқырап шығатын ғажайып жұпар иіс бұларда атымен жоқ. Қайдан болсын, ол тек ана сүтімен беріледі ғой. Бір таңғаларлық нәрсе, әтір-пәтір иіссудың алуын түрін жүздеген жылдан бері жасап, хош иістің мыңдаған сапасын шығарған мамандар күні бүгінге дейін ана сүті арқылы берілетін нәрестенің ерекше иісін жасай алмапты. Өйткені бұл жаратқан иемнің құдіретімен тек анаға ғана берілетін ерекше сыйы әрі құпиясы. Құпия болмаса ана сүтінің құрамын тауып алар еді. Ғылым шамалап жақындағанымен ананың ақ сүтін жасауға әлі қауқарсыз екен. Кейінгі кездері америкалық тәсіл деп алабөтен жаңалық ашқандай аузы көпіріп жүргендер көп. Құдай-ау, сондағысы біздің әжелеріміздің атам заманнан-ақ қолданған әдісі. Сәби өмірге келе сала анасының иісін алсын деп, баланы бірден келіннің бауырына салады. Алғаш перзенттің кеудесіне қысып, омырауын тосқан ананың 62 тамыры шымырлап, теңдесі жоқ ұлан-ғайыр керемет сезімге бөленеді. Ана болу құрметіне ие болады. Ананы билеп алған осы тылсым толқындар балаға құйылып, оның бүкіл болмыс табиғатының алғашқы сатыларын қалыптастырады. Бала үшін анасының мәмесі арқылы тамақтанудың артық еш нәрсе жоқ. Тек ана сүті ғана балаға өмірлік өзек. Сәби анасын емгенде сүтті өзінің табиғи жылылығымен қабылдайды. Қолдан жылытқан кез келген сүт бұл сапаны бере алмайды екен. Ананың иісі оның дене жылуы жүрек лүпіліне дейін баланы тыныштандырып, тамағы жақсы қорытылып, бойына жұғымды болады екен. Мұның бәрі дүние жүзі ғалымдары ғылыми сараптамалар жасап дәлелдеп көптеген кітаптар жазылған. Ал біздің ақылды әжелеріміз олардан да бұрын Алланың берген сезім түйсігімен өмір тәжірибесі арқылы білген. Сол аналар келіндеріне: «Қарағым, қолың мен төсіңді жумай тұрып баланы емізбе», періштесі шошиды. Оңашада үнсіз мейірленіп, еміреніп, іштегі игі тілек тілей отырып еміз. Балаң жанашыр, қайырымды, қадіріңді білетін білікті болу өседі. Ана сүтімен берілген мейірім балаға өмірлік шипа, бойына ерекше күш-қуат береді. Баланың қанағаты қанбай тұрып, оқыс төсіңнен ажыратпа. Бөпеңде қарсылық сезімі пайда болады. Кейін мінезінен көрініс табатын қиқарлықтың себебі осыдан басталады. Ашық түсті орамал шаршы сал басыңа. Немеремнің көзі қуансың. Ешқашан шашыңды қобыратып жалаңбас бала емізуші болма. Деген секілді ақыл кеңестерін келін құлағына құйыпты. Міне, сізге қарапайым ұлттық ұлағат. Жаңа туған нәрсеге қатысты міндетті түрде орындалатын маңызды дәстүрдің біреуі баланы ауыздандыру. Баяғы әжелеріміз бала өмірге келген соң оны маймен ауыздандырған. Жер бетіндегі алғашқы татқан дәмі май болғандықтан қазақ баласының асқазаны әрқалай асқа төзімді, әрі ауырмаған екен. Кейде ер балаларды қасқырдай қайратты, қайсар да намысты болсын деп бөрінің қылшығымен ауыздандыратын да ырым болыпты. Несібесі кем болмасын, қара суға қарап қалмасын деген сеніммен еш уақытта сумен ауыздандырмаған екен. Кейінгі 70-80 жылдың көлемінде талай ұрпақтың немен ауызданғанын білетін, тіпті соны қажетсінген адам болды ма? Әй қайдам! Қаптаған дәрігері жоқ замандарда дәл қазіргідей асқынған асқазандерді қылтамақтың сирек болған бұл күнде ешбір дәрігер мойындамайды. Олар ғылыми тілмен дәлелдерін айтып тастай етіп түсіндіреді. Өйткені біз ата-бабаларымызды қараңғы, сауатсыз, білімсіз деп миымызға астамшылықты сіңіріп өскен ұрпақпыз. Менің бір жеңешем өзі туралы әлде бір әңгімені айтқанда ылғи ағаңның жігіт кезінде менің қыз күнімде деп бастаушы еді. Сол кісі секілді мен де айналып өз заманыма өмірімнің көбі өткен кеңес кезіне соға берем. Қайтейін енді, айтпасқа болмай тұрса. Сол дәуірде ана болғандар жақсы біледі. Әйел босанған соң 1-2 күнсіз, кейбіреуіне одан да көп уақыт өткізіп барып баланы емізуге әкелетін. Оған дейін балаңа береміз деп әйнек шишаға алғашқы уызы сауғызып әкететін. Тұңғышына босанған жап-жас келіншек тұрмақ, бірнеше балаға ана болған әйелдердің өзі осыған мән бермейтін.
перзентхананың ережесінде көрдік. Кейін ақыл есін толысқанда ойлаймын ғой, япырай, неге алғашқы уызды балаға тікелей еміздірмеген шишаға сауғызып әкеткен? Оны менің балама берді ме? Басқалардың сүтімен ауысып кеткен жоқ па? Бір палатада орысы мен еврейі, қазағы мен кәрісі бар 6 әйел жатып еді қой. Мүмкін барлығымыздың уызымызды араластырып, сол кездегі тілмен айтқанда халықтар достығы, қазіргі тілмен айтқанда ассамблея жасаған шығар. Осындай ойлар миымды шағады. Сұрау көп, жауап жоқ, жауапкер де жоқ. Амал қанша, заман екі келмейді. Көкедегі көп түйін тарқатылмаған күйі қалды. Қазір қарап тұрсам, сол кезде туған ұрпақтың өзі немерелі болып отыр. Өкінішке орай осы буынның арасынан тегіне тартпаған, ұлттық қасиеті шамалы, бауырға қайырымсыз, ата-анасын қарттар үйіне өткізетін қатыгез, өзге болғысы келеді, қазақ болғысы келмейтін, уызына жарымаған дүбәралар шығып жатыр. Ата-ананың бетіне тіке келмейтін, әке сөзін жерге тастамайтын ананың ақ сүтінен аттамаған қазақ баласы үшін қарттар үйі біздің түсінігімізде жат әрі қорқыныш сезімін ұялатуы керек. Олай болмай тұрау, талайларымыз тідіркене бейміз бе? Өз кеудесінің желіне өзі желпініп жүрген бір кісі, айдың бетінде де дақ бар, жердің үсті де тегіс емес, нарық заманы, ондай болады деп, тастанды қариялар туралы пәлсапа соққанын да құлағым естіді. Оның үстіне әдейі тапсырма бар ма, білмеймін, жаңалық деп жаңадыда ұстатып, жанында түршіктіретін жаманат хабарларды жарыса жариялау әдетке айналды. Телеарналар көзімізді де, құлағымызды да үйретті. Құдайдың құтты күні айтылатын сұмдықтарға етіміз өліп кетті. Селт етпейтін бейтарап енжарлыққа көштік. Заманы азғынның адамы тозады дейтін сөз бар. Бірақ заман деген басқа жақтан келген құбылыс емес қой. Заманды жасайтын адам емес пе? Олай болса заманды аздырып, өзіміздің тозып жүргеніміз ұлттық сана сезімінің тоқырып, уызына жарымаған кемдігіміз енді көрініп жатқан жоқ па деп ойлаймын. Құрметті тыңдарман, аудиокітап қызықты болып жатырса, қазақша контентті бірге дамыту мақсатында лайк батырмасын басып, видеоның астында пікірлеріңізді қалдыруыңызды сұраймыз. Назарларыңызға рахмет.